мен өз басым ұстаз болуым, менің атам ұстаз, анам ұстаз. Соған қарағанда менің бойымда ұстаздық қасиет бар деп ойлаймын. Алғашқы рет ұстаздық мамандықты таңдаймын деп ойлағанда, мен бірінші өзімнің анама қарап, анамның бойындағы көптеген қасиеттерді кейін ұстаз болып жүргенде өзімді оқушылардың алдында сол қасиеттерді қайталап, мысалы оқушыға мен сенің мұғалімің ғана емеспін, мен сенің досыңмын деп қараймын деген ол менің кредом. Мен өз өмірімде мыңдаған оқушыларды шығардым, бірақ өмірі даусымды көтеріп, баланың ар-намысына тиіп, менің пәнімді білу деген сенің мақсатың, сенің өмірдегі бірінші мақсатың осы деп айтқан емеспін. Себебі оқушы мұғалім бойындағы қасиетті өзінің сана сезіммен қабылдайды. Жаңартылған білім беру бағдарламасымен жұмыс істеп жатырмыз. Осы жаңартылған бағдарламаның бір жақсы жері ұстаздардың ұстамын өзгертті. Яғни ұстаз ойлайды, мен өз пәнімді осы отырған алдындағы 30 балаға, 25 балаға міндетті түрде әрқайсының санасына құйып беруім керек деп. Ал жаңартылған бағдарламада айтады, сен әр балаға, сен баланың әрқайсысына болашақтағы маман ретінде, әр балаға тұлға ретінде қара деп. Тұлға ретінде қараған кезде біз оларды өзімізбен теңестіреміз. Яғни, осы маған керек па деген сұраққа балаға сен жауап беруің керек біліммен. Мысалы айтты, ол саған керек деп, міндетті түрде жекіріп, немесе баланың аружанына тиетіндей сөздерді айтпай түсіндірсең, бала түсінеді. Ұстаздық жолы қиын да, әрі күрделі. Өйткені бұл жерде тек қана пән емес, бұл жерде біз әр баланың мінез болып, кейіннен адам болып қалыптасуына жауаптымыз. Сондықтан ұстаз болу жаратылысынан, ұстаз болу тәжірибесінен деген сөздердің барлығына бірдей толық қосылмаймын. Ол қалыптасады. Ұстаз болу адам күнделікті өмірден тәжірибе алады. 20 ғасырдың оқыған мұғалімдеріміз дайындаған. Ал қазір 21 ғасыр. Осы 20 ғасырда дайындалған мұғалімдермен 21 ғасырда дайындалған мұғалімдердің өзінде айырмашылық бар. Себебі заман өзгерді. Ол кездегі көзқарас пен қазіргі көзқарас түрлі болғанмен, бірақ барлығымыздың ең бірінші ұстанымымыз шәкіртке білім беру. Ахмет Байтұрсынов айтқандай, ұстазы жақсының ұстамы жақсы. Өзімнің кредом бойынша оқушыларға тек қана мұғалім ғана емес, дос та болу керек дегенді мен күнде қолданамын. Қоғамда айтып жатады ғой, мектепте үйретпеген деп. Мектепте үйретпеген болу мүмкін шығар енді. Қандай жағдайда? Егер ол оқушы, енді ол жақсы оқыған оқушының өзі тәртіп бұзып жатады ғой. Бұл жерде ортасына байланысты деп ойлаймын. Бірінші ұстаз, ол ұстамды, төзімді, сабырлы, бұл қасиеттер бірінші тұру керек. Себебі мінезі қалыптасқан адамның ғана жандағы адамдарға әсері болады. Ұстазда бірінші жан-жағын сыйлайтын қасиет болу керек. Осы адам менен артық деп ойлау керек сияқты. Мен бұл адамнан үлгі алайын деп. Және ұстаздың бірінші қасиеті адамгершілігі мол болу керек. Адамгершілік қасиеті асып тасып жату керек деп ойлаймын.